Қалайсыздар? Амансыздар ма? Тамақ істеп отырып, тікелей эфирге шығып жатырмын. Гүлназ, сәлем, қалғалай. Даусым қалай естіледі? Мына ұйқымен прямой эфирді көруден қалдық дейді. Әлі ұйықтатып жатыр ма? Микрофонымды ұмытып кетіппін жұмысқа. Микрофонсыз қалай естіле ма? Шүкір, жақсы. Гүлназ, баяғыша шапқылау, ақпарат деген страшно кетіп жатыр скоростьпен. Ана жазып үлгере алмай жатырмын да. Енді тамақ істеп отырып осылай айтпасақ. Жақсы естіліп тұр дейді, жақсы болды. Микрофонсыз инстаға жазып едім, жауап бересіз бе дейді. Әйел болғаннан кейін енді тамақты да істеу керек. Ана жақтағы жұмыс тағы бар. Ақпараттар ертең тағы да көбейейін деп тұр. Сол себепті бүгінгі болған нәрселермен бөлісіп сіздерге айта кетейін. Өйткені жаңалықтарды потокта жүрген, түсініп жүрген адамдар бар да, түсінбейтіндер арт жағынан кейін ілеседі. Бұл жылдамдық Қазақстанда болып жатыр, я солай. Күйеуім тұншығып жүр, тынысы тарылып жүр дейді. Сондай болып жатыр енді, ер адамдарға кірісті. Өткенде ашылуын Кенесары хан ашты есігін. Ер адамдарға кірісеміз деді. Ер адамдар тез 3-4 күн ұйқы азайып еді, қайта басып тұр. Жанна, себебі өткенде күн салқындаған кезде энергияны сәл басты ғой. Қайтадан басталды. Солнечная вспышка X дегені бар. Сол кешеден бері күшейді, қайтадан енді кішкене шайқайын деп тұр. Нокстан жазып жатырмын дейді. Сәлеметсіз бе? В общем, бүгінгі ақпараттар қандай? Қараңыз. Жанат ханым, жер сілкінгенде бола береді неден дейді. Қорқып жүрмін дейді. Қорықпаңыз, ол сізге белгі. Түсімде бұғы көрдім 2 рет, ненің белгісі? Дем жетпеу, ақша жетпеу әлі қанша уақытқа дейін жалғасады. 10 килограмм салмақ қостым. Түсімде сізді көрдім. Бәріңізде, аяғым жуылып жатыр. Барлық адамда бір проблема келіп жатқан адамдарда. Ақшадан қысылу, жаңағы дем жетпей қалу, немесе туған туысқан балаларынан сынақ келіп жатыр. Осы сұрақтармен келуде. Және бірінші келген кезде мен осылай сұраймын. Егер де сізді ақшамен қыспаса, сіз бұл жерге келер ме едіңіз деп сұрасам, жоқ дейді. Вот негізгі мәселе осыда. Бүгін келген кісі таңертең әп-әдемі қыз былай. Бірақ запросы аяғым қатты ауырады дейді. Ана аяқтың ауырғаны шыдау мүмкін емес дейді. Обезболивающий ішіп алам, кетанол, и то ұйықтай алмаймын. Түнгі сағат осы 1-2 сағат қана ұйықтай алам, қалған уақытта ұйықтамаймын дейді. Денем, әр клеткам ине қадалған сияқты шаншып ауырады дейді. Сонымен ана қызға сканер жасадық, қарасақ, былай ғана тұр, мына жер ғана жарқырап тұр, қалғаны былай болотада тұр. Аяғында былай темір құрсау, сосын үлкен тас тұр. Конечно, ол ауыртады. Өйткені дәрігерлерге де қаралады, ешқандай диагноз жоқ, денсаулығы абсолютно тамаша, бірақ ана ауру шыдатпайды.
Қарасақ, мен бүгін басты тақырып қылып жаздым. Бір өмірлерін енді тағдыр кітабын көреміз ғой, сол кезде бір өмірде жаңа халыққа көмектескен емші болған, ақын болған, жазушы болған, суретші болған, сондай өнерлі адам болған. Сөйтіп рухы енді қасиет деген нәрсені соның опытын алу үшін жерге жан ретінде жібереді. Сіздер сұрап жатсыздар, таңдау еркі бар еді ғой, сонда егер контракт бойынша жерге жаман адам болып келу керек болса, неге ол кармасын өтейді деген сияқты сұрақтар қоясыздар, иә? Біз баяғыда айтушы едік қой, ескі дәуірде адамның таңдау еркі болған деп. Мысалы, ол кісіде былай істегенде рух, иә, қасиетті, мен қасиеттің қандай болатынын жерде көргім келеді, осы опытты алам дейді. Бірақ таңдау еркі мына жерде түскен жанда, частичкада. Ескі дәуірде біздің барлығымызға абсолютно таңдау еркі берілді. Мысалы, ақын болу, жазушы болу опытын аламыз да, жерге таңдау еркін береді. Мысалы, садиктегі балаларды бір бөлмеге қамап, ал енді не істейсіңдер, білгендеріңді істеңдер деген сияқты болған ескі дәуірде. Жоғарыдағы высший ямыз, рухымыз бізге прямой әсер ете алмайтын, доступ жоқ. Ғаламның заңы сондай болған. Таңдау еркі бізге берілді. Мысалы, жаңағы кісіні айтамда, қасиеттің опытын алу үшін жерге түседі, бірақ ол қасиетті қасіретке айналдырған оған ұнайды, больше жаңағы магиялар жасайды, неше түрлі нәрселерді. Айтып едім ғой, құстың қанатымен, құстың қауырсынымен, құстың жүнімен жасалған магия адамды 7 ұрпағына дейін көктемей, көгертпей тастайды екен. Бұрын оны хандарға, үлкен биліктің басында отырған адамдарға, оказывается, ескі дәуірде жасаған. Сөйтіп, мына қыздың өткен өмірін көрдік. Өткен өмір деген, қараңыздар, приносящий рассвет деген кітапты оқысаңыздар, ол жерде былай дейді. Сендер үшін өткен өмір, ол өткен өмір емес, ол болып жатыр, ол параллель әлемде болуда. Сіздің өткен өміріңіз сізбен параллель болып жатыр. Оны сендер түсінбейсіңдер, уақыт өте келе түсінесіңдер. Және сол параллель әлемге сендер өтетін, сендерге доступ берілетін уақыт болады деген. Приносящий рассветте. Именно сол жерін мен сызып қойғам. Себебі мен былтыр оны түсінген жоқпын. Қалай біздің өткен өміріміз болып жатыр. Уақыт бізде жоқ. Біз жоғарыдан қарағанда сендердің бүкіл өмірлерің параллель болып жатыр деп сөйтіп жазылған. Мен түсінген жоқпын. Қазір адамдармен жұмыс істеп жатып, осыны түсіндім. Және бізге параллель әлемге өтуге доступ беріліп тұр. Енді біз дегенде, біз жұмыс істеп жатқанда, біз қасиеттіміз деп айтпаймын, біз емшіміз деп айтпаймыз. Біз просто жоғарғы әлем біздің физикалық денеміз арқылы адамдармен жұмыс жасап жатыр. Өздері кімді әкелу керек, әкеледі, не айтылу керек, айтады, қандай кіммен қандай кармасы бар, сол кармасын үзгізеді, және қай өлшемге бару керек, сол өлшемге апартады. Ең қызығы, екі бір-біріне кармасы үзілмей тұрған адамдарды қатар алып келеді ғой, қысып. Сол жерде таныстырады, сол жерде кезінде не болғанын көрсетеді. Жаңағы қыздың параллель әлемдегі өміріне өттік. Мынандай бөлмеде бәрін жасап отыр, магияға кіріп кеткен. Былай шкафта қуыршақтар тұр, неше түрлі қуыршақтармен қара магия жасайды екен ғой. Мына жақта әр жерден бейіттерден әкелінген топырақтар тұр, және көп құстарды өлтіреді екен да, сол құстардың жүндерін, қауырсындарын шкафқа қойып қояды екен. Сөйтіп, ана нәрселерді жасап отырды, и оған ұнайды. Ұнайды да, адамдармен ойнаған ұнайды. Жандарын тартып алады. Ол қалай? Оказывается, әр жердің өзінің қара порталдары болады екен. Портал деген ол төменгі астрал бар ғой, төменгі астрал. Сонымен өте тығыз байланысты әрбір жерлер болады. И ол жерлерде отырған кезде высший ясы, жоғарғы жарық күштері, ол совсем адам төменгі измерениеға түсіп кетеді де, жоғарғы жарық күштеріне доступ болмай қалған ескі дәуірде. Жаңағы қыздың частичкасы, жаңа қасиеттің опытын алам деп келген,
ол мүлдем ана светлый жаққа шыққысы келмейді, өзінің қасиетін жарық күштеріне жұмсағысы келмейді де, наоборот адамдармен манипуляция жасап, жамандыққа жұмсаған өзіне ұнайды. Сөйтіп мынау барса келмес бар ғой, мынау Арал теңізінің қасында. Сол барса келместің түбінде портал болады. Ол портал прямой төменгі астралмен байланысты. Сол жерге үйін салады, сол жерде прямо отырады. И ол жерде ешқандай адамдар да жүрмейді екен, аң құстар да жүрмейді екен. Бірақ та мынау енді барса келмес, енді сан ғасыр бойы тұр ғой. Сол жерде мысалы өтіп бара жатқан адамдар, мысалы жаяу, соларды бүйтіп қарайды екен да, адамдардың жатқан энергиялық тұрғыда ловить етеді екен. Сөйтіп ана адам адасып кетеді де, барса келместің мынау қорығы орман болады, сөйтіп айналып жүреді. И ең қызығы, әлі күнге дейін айналып жүр ана жерде 500 адам. Барса келмес туралы интернеттен оқысаңыздар, осындай ақпараттар өте көп. Уақыт деген ол жерде жоқ деген портал. Кейбір адамдар тіпті тірі шыққан. Мысалы, машинамен бір топ барады, бір адам жаңағы дәретханаға шығып келем деп далаға шығып кеткен кезде жоқ болып кетеді. Сөйтіп жаңағы топ 5 күн бойы іздейді ана досын. Бір уақытта ана досы ар жағынан шығып кетеді. Сол айтады ғой, сен іздеп жүргенімізге 5 күн болды, қайда жүрсің дейді. Сонда ана адам айтады да, қой, не айтып тұрсыңдар, қаяқтағы 5 күн? Мен деген не қылған жоқпын ба? Ана жерге бардым да, просто қайтып келдім дейді. То есть оны Құдай сақтап тұр да, ана порталға кіргенде қайттан шығып кеткен. Бірақ 500 адам шыға алмай қалған. Ол деген сөз әлі күнге дейін адасып жүр. И ана 500 адамның түрлерін көрсетті. Сақ кезіндегі әр дәуір, әр кездегі адамдар. Түрлері әртүрлі. Еще әлі сол моментте жүр. Біреу жаңағы жолын таппай жүр, біреу орманда бүйтіп қорқып отыр, біреу жаңағы шелек алып бара жатыр, біреу ана ине қашпен, біреу жаңағы біреуді жетектеп жүр деген сияқты. Олар үшін дәл сол момент болып жатыр. Бірақ біздің уақытпен қарағанда 800-500 жыл өтіп кеткен. И мұны түсіну де қиын, и түсіндіру де қиын. Ең қызығы, анау порталда бұғылар көп. Сол үшін бұғылар азайып кеткен екен. Толып тұр. Ана эволюция сатысынан өтіп жатқандар ғой, тышқандар, мысықтар, бұғылар. Олар эволюциядан өтіп, ең соңында жерде адам болып келуі керек еді. Бірақ ана порталға түсіп қалғанда, как будто қақпанға түсіп қалып, сол күйі тұр. Ал эволюция сатысынан біз өтуіміз үшін, мысалы, жерге микроб болып бастап келдік те, қазіргі күні ең дамыған саналы адам болып отырмыз ғой жерде. Порталда қалып қойғандар, олар эволюциядан тоқтап қалғандар. Жаңа жолбарыс болды, ана порталда қалып қойды, ары қарай дами алмай қалды. Саналы тіршілік иесі адам болып келе алмай қалды ары қарай. Сол жерде қалып қойған ана измеренияда. А оның төбесінде управлять етіп отырған жаңағы қыздың частичкасы, енді ол кезде кім дейміз, колдун дейміз ба, сондай нәрсеге кетіп қалған ғой, қасиетін қасіретке жұмсаған. Ана 500 адам ары қарай өтіп кеткен кезде, олардың жерде өмір сүретін жастары бар ғой, жылдары, соны өзіне тартып алып отқан. Күнде бір нәрсе біліп жатырмыз. Мысалы, өткенде айттық, қасиетті ескі дәуірде ұрлайды екен. Одан кейін мынау адамдардың жастарын ұрлаған. Аналар ана порталға төменгі измеренияға түсіп кетеді де, жерде өмір сүру керек жасын, мына колдун, сиқыршы дейміз ба, кім тартып алып отырған, сөйтіп өзі 700 жыл өмір сүрген. Енді физикалық денесі өлгенмен де, ана жердің эфирлі қабатында барса келместің үстінде әлі қап-қара болып отыр. И әлі күнге дейін анау қара портал ашып тұр. Бүгін бұл кісіні дірілдетіп әкеп отқаны сол. Сөйтіп, қазір бұны мына жас қызды өмірге әкеп тұр ғой, енді соңғы шанс мына барса келместің несін ашу керек деген. Сөйтіп, ана рухы қайтадан жерге түскенде осы әдетіне баспасын деп, туған кезде ақ импланттар қойып тастаған, яғни аяғына шынжыр қойған, тас қойған. Енді өзі де айтқан, мен жерге барғанда ана қателікті қайттан қайталамас үшін өтініш, мені осылай байлап ұстаңдар. И ана қызды прям аяғын ауыртып, шыдатпай тұрғаны, бүкіл денесінің барлығы шымырлап тұрғаны сол нәрсе. Бүгін жоғарғы күштер, енді біз жай себепкер болып отырмыз, жоғарғы жарық күштері өздері бағана порталды, ана әйел болған, колдун болған сол измеренияға түсіп, мына қызға бір кодовый сөздерді айтқызып,
кешірім сұратып, анау астралға жіберген 500 адамның жанына кешірім сұрап, барлығын жоғары көтерді. Ол бостандыққа шықты деген сөз барса келместен жерге қайттан бүйтіп адам болып келді деген сөз емес. Төменде қалып қойған жандар жоғары рухтар әлеміне көтеріліп кетті де, рухтарымен бірігіп кетті. Бүкіл аң, бұғы бәрі шығып жатты да, и уже барса келместің үстіндегі қара жаңағы портал толықтай жап-жарық болып жабылды. Бұған дейін айттық, жаңағы солтүстік Қазақстан тоже көктемей, көгермей тұрғаны сол екен. Кезіндегі жаңағы құстың қанатымен жасалған қара магия бар ғой, соның энергиясы бүйтіп қатып тұрды деп өткенде айттық қой. Соны тазалатып жатыр. Енді көрдіңіз бе, мынау әкеп жатқан адамдар Қазақстанды толық жарқырату үшін әр бүйтіп қалып қойған порталдарды кім ұстап отыр? Өткен өмірде кім себепкер болды? Соларды әкелуде. И әкелгенде де кәдімгідей уже ары қарай өмір сүру невозможно деп қиналтып сөйтіп әкеліп тұр ғой. Бүгін енді бұл үлкен қуанышты жаңалық түсінген адамға. Барса келместі зерттеп көріңіздер. И бұл портал уже жабылды, шүкір. Ол жер гүлдейді. Көптеген расалар кетті. Ана жерді тазалаймыз деп отыр. Вот сондай. Одан кейін бүгін мынау Галактика Федерациясында үлкен ана жиналыстың суреттерін саламыз ғой. Сол жердегі отырғандардың барлығы сіздердің рухтарыңыз шетінен келіп ақпарат беріп жатыр, және мына жерде отырғанмен менің қызметім осы деп кәдімгідей көрсетеді ғой. Сосын кім келді? Бүгіннен бастап жаңа табиғат қорғаушылары, жасыл планета бар екен, табиғатты зерттейтін. Солар іске кірісеміз деді. Барлығын тазалаймыз. Сосын бір не бар екен? Ішінде бір рух бар екен. Ол рухтың миссиясы жердегі мұнай, газ, топырақ, құнарлы болу, соны галактикада бақылап тұрады. Анандай кабинетін прям көрсетті. 2-3 планетаны көрсетеді. Мына жақта мұнай бүйтіп жасалып жатыр, өндіріліп жатыр. Соның бір несін алады екен да, мынандай бір қабық сияқты. Жерге мұнай шығу керек жерге бүйтіп тастай салады екен. Сол жерге сіңіп, сол жерден мұнай шығады екен. Бәрін бақылап отыр. Қазақстанда 2%-ке мұнай көбейеді деп айтты. Енді олар өздерінің өлшемдеріне сай айтады. Ал біздің өлшемде ол көп болуы мүмкін. Примерно бір 20% көбейетін шығар. Алдымен дейді, жаңағы табиғат қорғаушылары мен жасыл планетадан келген тіршілік иелері жерді бірінші тазартамыз дейді. Ең қызығы Түркістаннан бастаймыз деп тұр. Түркістанды тазалаймыз дейді. Себебі Түркістанда бірдеңке бар. Түркістан, Сайрам, Отырар кітапханасы барлығы байланыста тұр. Отырар кітапханасындағы кітаптар тоже жарыққа шығады. Оны жыландар расасы қорғап тұр. Ол туралы жазды бет. Маған, мен әлі сол уақыт таппай жүрмін ғой. Себебі ақпараттар өте көп болып кетті. Так. Екінші келген кісі осындай. Осындай. Қандай ақпарат береді. Сосын кеше мен магазинге бардым. Магазинге барған кезде бір апай келді. Мен іздеп келіпті. Сөйтіп ол кісімен кездесіп, кішкене мынандай нерв жүйкеден кеткен, сондай денсаулығы онша емес екен ол кісінің. Сөйтіп ол кісіні бүгін алып келді. Мен айтқам, кімнің ұрпағысыз және қай ауылда тудыңыз? Сөйтсем бүгін айтады, мен Кенесары ауылында тудым, және оказывается, бүгін білдім, Ағыбайдың тұқымынан екенмін дейді.
сканер жасасақ қазақ үйді көрсетеді. Қазақ үйдің қасында үлкен апа отыр. Бір уақытта алыстан атты кісі келе жатыр. Атты кісі қаралы хабар жеткізеді. Бұл кісі, оказывается, Ағыбайдың анасы болған екен. Қазір енді ұрпағы болып келіп тұр ғой. Сол жерде шашын жайған күйі өзін қарғап жылап отыр. Неге баламды алып кетесіңдер? Соғыста қайтыс болды енді жаңағы шайқаста деп қаралы хабар жеткізіп тұр ғой атты адам. И жаңағы ана измеренияда ана апа әлі отыр. Сол жерде нервтан кетеді. И ана басы кішкене былай болып бүйтіп өйстіп нервничтетіп отыр да, бүйтіп ше, жүйкеден кетіп қалады. Ағыбайдың анасы. Қазір сол мына кісіге беріліп, тоже денсаулықпен қысып отыр екен. Ал Ағыбайдың жаңағы өзі, оказывается, үңгірде талып отыр. Кенесарының басын құшақтап, андай көз бақырайып отқанын көрсетті. Ағыбай деген ол Кенесарының сенімді қолбасшысы болған ғой. Және бір картинканы көрсетті, осы апаның сандығына әкеп тыққан Кенесарының басын. Сөйтіп, ең соңында Ағыбай басталады да, жаңағы үңгірге тығылады, елге мені шайқаста өлді деп ақпарат таратыңдар дейді. Енді неге олай болды, неге оның оң қолының сандығында жүр Кенесарының басы? Сол бізге құпия болып тұр, ол туралы сұрасақ, жақында білесіңдер дейді. Осы Ағыбайға ары қарай қандай историялар болды? Соған қатысты адамдар келеді дейді. Былтыр маған айтылған, біз тарихты қалай білеміз, шындықты қалай білеміз дегенде, ақпараттың барлығы адамдардың ДНК-сында, адамдардың ішінде жаңағы жыртылған қағаз сияқты да, сол адамдардың барлығын шетінен алып келеміз, ал сендер жаңағы пазл сияқты құрастырып аласыңдар. Сол кезде тарихтың ақиқаты өз-өзінен анық, айқын шығатын болады деп айтқан еді. И сол нәрсе келіп тұрды. Қызық вообще. Мына кісіні әкеліп тұрған себебі сол екен. Одан кейін тағы бір кісі келді бүгін. Запись бойынша келмеген, өзі келген. Біз енді адам көп болғаннан кейін запись бойынша келіңіз деп сөйтіп едік, тәлімгерлер ұрысты. Біз өзіміз әкеліп тұрмыз, қабылдаңдар. Себебі бұл кісінің қызметі жаңағы барса келместегі болып жатыр ғой, ана измеренияда. Сонымен тығыз байланысты дейді. Хорошо, сканер жасасақ, бұл кісінің бір бөлшегі ескі дәуірде рептильный не болған, раса болған. Рептильный раса, ориондар, білесіздер ғой, жерде неше түрлі құйтырқылықты жасаған адамдардың арасына қазір жарық күштері қалай көмектесіп жүр бізге, денсаулығымызға қарап, жүрегімізді ашып, мейірімділік беріп, ал ол расалар керісінше адамдардың бойына агрессия беріп, бір-біріне шағыстырып, сондай нәрселер таратып отырған. Бұл рептильный раса дейді, аты Гаррис екен, Гаррис. Енді қандай қызмет атқардың десек, ескі дәуірде біз дейді адамдардың эмоциясын шатастырдық дейді. Мынау жыртқыш аңдардың несі бар ғой, қасиеттер бар ғой, атылатын, бір-бірін талап тастайтын, сол қасиеттерді адамдардың бойына жіберіп оттық, эмоциясына. Сол үшін сендер бір-бірлеріне атылып, жаңағы тіпті көптеген мынандай нелер болған. Өткенде жаздым ғой. Не аласың? Ала бер. Не ма? Алу, е? Атылып, бір-бірін талап жеп, тіпті адамдар бір-бірін етін жейтін дәрежеге де жеткен. Сол энергияны біз таратып тұрдық дейді. Рептильдің несі айтады? Осы түрі. Бүгін біздің контракт аяқталды. Осыны айтуға специально осы кісіні алып келдік дейді. Бүкіл планетаға тараған жаңағы жыртқыштық қасиетті жіберген эмоцияларды біз қазір ағартып, тазарттық, бірақ ол адамдардың ішінде бар. Әлі күнге дейін агрессия болған кезде өз-өзін ұстай алмай кететін, прям жұдырықты бейітіп жүгіретін адамдардың бойында сол агрессия бар. Жайлап әр адамның бойынан біз енді тазалаймыз.
бүгіннен бастап мынау жарық күштері специально алып келген екен қолына жаңа контракт беру үшін. Сондай. Бүгінгі маңызды негізгі ақпараттар осы болып тұр. Ескі дәуірде жаңағы адамдарға нелер береді ғой, миссия береді ғой. Жерге барған кезде жаңағыдай қасиетті опытын өтем, бірақ қай жағына қолданады оны? Жақсы жағына ма, жаман жағына ма? Соған бізге таңдау еркі берілген екен. Ал біз өкінішке орай азартына кетіп қаламыз ғой, адамдардың қанын су шағырып, жаңағы балаларды өлтіріп, әйелдерді құлдыққа салып, жезөкшелікке салып, сондай нәрселермен қатты айналысқан адамдарды, которые саналы түрде соның таңдау еркімен сол опытты таңдаған адамдарды әкеліп, кармасын өзгізіп, жерде энергиясын жеңілдетіп жатыр. Енді сіздерде қандай сұрақтар бар? Так, түсімде цунами болайын деп жатыр екен, бірақ болмады дейді. Ол цунами, катаклизмдерді түстеріңізде көресіздер ғой, оны прямой түсінбеңіздер, оның мағынасы бар. Мағынасы ана жерде мықты спышка болып жатыр қазір. Адамдардың барлығы сезінуде оны. Сол спышканың болатынын, сіздің бойыңызда өзгеріс болатынын көрсетіп тұрған түс. Солай қабылдаңыздар. Енді кармический өте көп, карма жоқ, анау-мынау деген нәрселер ол ескі дәуірде айтылды, потому что біз и так-та төменгі вибрацияда жүрдік қой, басымыз қатып, зомби ұқсап, бүйтіпші. Совсем түсіп кетпесін, тағы да еще карманы өтеуім керек па деген нәрсе болмас үшін біздерге жаңағы карма деген жоқ, реинкарнация деген жоқ, өмірге бір-ақ рет келеді екенбіз деген нәрсені біздің санамызға сіңдірген. Бірақ олай емес. Рахмет, Ақмарал ханым. Агрессивналар көп қой дейді. Біздің қазір ауралық қабатымызда әлде тұр ғой ана энергиялар. Қатты күн жердің герці көтеріліп, солнечная вспышка болған кезде энергия резко көтеріліп кетеді. Сол кезде біздің бойымыздағы агрессиялар кәдімгідей атқылап жатыршы. Бәріне жауап бар. Келеді ғой адамдар, мысалы, бүгін келген кісі иіс сезбейді екен мұрны. Неге иіс сезбейді деп сұрасақ, өткен өмірінде жаңағы моргте жұмыс істеген екен, және соғыс кезінде істеген, бүкіл денесі шіріп кеткен солдаттарды әкеліп тастай берген. Сол кезде ұлы оқысып, Құдай өтініш, мұрным иіс сезбей қалса екен, қалай мен жұмыс істеймін деп тілей берген ғой. И сонысы әлі күнге дейін памятінен өшпеген. Маған ақша алғызып 75 миллион. Енді сотқа бермеген дұрыс па дейді. Сіз соны біліп алғаныңыз дұрыс. Адамдардың барлығы қазір былығып, быт-шыт болып жүр. Бәріндегі бір проблема. Біреу-біреуге алданған, крупный сомамен. Біреу-біреуге ақша берген, ол адам ақшасын бермей кеткен, одан ол ақшаны жабам деп 2-3 кредит алған, қызында кредитке тыққан, барлығы осылай былығып жүр. Ал қарайтын болсақ, жаңағы өткен өмірде ананы өлтіріп қойған, соның өтемін нәзік әлемде келісіп алады. Переход уақытында мен саған ақшамен қайтарам осы нәрсені. Енді жердегі адамға ол әділетсіздік болып көрінеді, бірақ рух әлемінде ақша ол энергия тұрғысында ең жеңіл выбор болып тұр. Өйткені сіз 5-ші измеренияға өткеніңізді қалап тұрсыз, высшияңыз, сіздің инвалид болып, жаңағы 12 мүшеңіз бір жерінен айырылғанын, соқыр болып өтегеніңізді қаламайды. Сол үшін осындай ақшамен өтетіп жатыр.
қазір көп адам кредитпен немесе жаңағы сетевой, даже сетевойға кіресіз ғой, анау трейдинг деген нәрсеге кірген адамдар бар да. И өткенде бір бала келді, трейдингте жұмыс істеп соңында бүкіл ақшасы күйіп кеткен екен. Сөйтіп қарасақ, оның үстінде отырған адам бар ғой, соған қарыз екен бұл жігіт. Соған как өтеген сияқты болып тұр. Енді трейдингте ары қарай істемей ақ қойсаң болады деп айтты. Ашуланғанда қарғаған жаман екен дейді. Қарғамаңыздар, өтініш. Жаңағы қарғыстың энергиясы тұра береді екен, кетпейді. Әлі күнге дейін сол қарғыстың несі сөздерін қайтадан алғызып жатыр. Бағана Ақтаудан бір кісі келді. Сол кісімен менде кармический тұр. Мен күйеу ана болған екем. Ол жас бала болған, менің бүкіл дүниемді ұрлап кетіпті үйден. И мен оны біліппін да, кәдімгідей қарғағам ғой, жолың болмағыр, көбеймегір, көктемегір деп. Сол сөзімді қайтадан алғызды, себебі ана өлшемде эфирлі қабатта сол энергия әлі күнге дейін мына кісінің аяғына тұсау болып тұр екен. Сосын бір кісі айтады да, ақша ұстай алмаймын дейді. Ақша қолыма қалай тиеді, бірден жой жіберем дейді. Неге олай дейді. Сөйтсе бай адам болған, бірақ тонап кеткен ғой. Ақшаны өз-өзінен аяйды екен, шық берме шығайбай болған. Ақшаны тек жинай береді екен. Сөйтіп ол ақшаны ұрлап кетеді. И кейін айтады ғой, шіркін сол ақшаны хотя бы өзіме жұмсауым керек еді. Өйткені тыққан ақшаны құрсын. Егер мүмкіндік болса, шіркін, мен сразу сол ақшаны өзіме жұмсап тастайтын едім деп. Сол өз-өзіне серт берген, ал қазіргі күні сол сөздің энергиясы ойнап тұрды. Ұлымда семья бала жоқ дейді, жасы 43-те. Енді ол өзі семьялы болғысы келе ма, саналы түрде? Жоқ әлде сіз просто уайымдайсыз ба? Өткенде мысалы бір кісі келді, баласы туғаннан бастап жаңағы еркектік жағында проблема екен да, кішкентайынан, туғаннан. Содан көп операция жасаған, сөйтіп қазіргі күні енді үлкен жігіт, бірақ сол нәрсесінен қысылады екен да, қыздармен жүрмейді екен, үйленбейді екен. Соны уайымдап келіпті. Сөйтіп қарасақ, ана ер адамның өткен өмірінде тек қана былайша айтқанда бір жағы ғана істеп тұрған, қаншама қыздың көз жасына қалған, сонымен осы өмірде өзіне серт қойған. Өтініш деген, мен туылған кезде жаңағы еркектік жағыма тұсау қойыңдаршы. Мен рухани өсейін, есейін, соның себебін іздеу арқылы оянайын. Одан кейін жаңағы еркектік жағымнан ешқандай проблема болмайтындай сол блокты шешсеңдер болады деген контрактпен келген ғой. Қазіргі күні сол болып тұр да. Сондықтан балаларыңыз үйленбей жатса, күйеуге шықпай жатса, оны уайымдаудың қажеті жоқ. Әркімнің өзінің сабағы бар. Сол сабағынан өтіп жатыр. Бейнелі әлем деген кімнің парақшасы? Бейнелі әлем деген ол Сара деген қыздың парақшасы. 22 наурызда осы как раз екі әлем бірікті ғой өзі, қатты әлем мен бейнелі әлем. Сол 22 марттан кейін ақ шуым болды ғой. Сол кезде Сара да келген. Сол күні таныстық біз, бірақ Сара менен как-то бүйтіп қорқып тұрды да, көзі бақырайып. Өйткені жаңағы мына бүкіл измеренияларды көріп тұр ғой, бірақ андай ақпарат жоқ та, не екен. Бүйтіп бақырайып маған қарап тұрды да, бірақ мен одан кейін ол қызды көрмедім. Сол қазір айтып күледі. Ол кезде жүкті болған, қазір босанып алып. Маған айтады, мен сізді көрген кезде жаңағы расалар бар ғой, арктурлықтар, андромедтіктер, былай талпа болып тұрған ғой арт жағымда, әскер ұқсап. А бұл ойлапты, көріп, ойла, мен жындардың действительно ортасына түсіп кеткен шығармын деп. Себебі жаңағы расалардың түрлері қызық қой енді, көздері биткен. Соның барлығы ана измеренияны көріп тұрғаннан кейін Сара расалар туралы ақпарат жоқ, бірақ шошып кеткен.
действительно жындармен жұмыс істейді екен деп қазір күліп отыр ғой. Оказывается, арктурлықтар, плеяды солар екен ғой сол кезде тұрған дейді. Сара бұйырса бейнелі әлемді дайындап жатыр, алдағы уақытта миссияға қосылады, пока баласы кішкентай болып тұр. Қатарымызға қосылатын мынау нәзік әлеммен, халықпен жұмыс істейтін адамдар көп. Олар кәдімгі кезегімен тұр. Алдағы уақытта физиктер де қосылады, астрологтар да қосылады, тарихшылар да қосылады. Сондықтан ақпарат өте көп беріліп жатыр және тез скороспен болуда. Күнделікті барынша түсінбесеңіз де оқып отырып, потокта болмасаңыз, бір апта қалып қойсаңыз, сөздің шыны керек, іле салмай қаласыз. Түсімде жолдасымды маған әкел деп жатсыз дейді. Фотосын жіберіңізші. Ол түсте, значит, ана әлемде біз келісім жасаған болып тұрмыз ғой. Түсте бекер өйтіп айтылмайды да кел деп. Түсімде ішіме операция жасады, қалай түсінсем болады дейді. Қараңыздар, сіздердің барлықтарыңыздың мына астральный, ментальный денелеріңіз бар ғой. Ментальный денелеріңіз ана жақта тұр, былай куполада тұр. И сол ментальный дене, бірақ бәріңіз бірсіз ғой. Ментальный, астральный тело, біткен телолар бар, бірақ сана біреу. И ол санаңыз тоқтамай кәдімгі барлығын пленкаға жазып жатыр да. Сіздің ментальный денеңізді жөндеп операция жасап жатыр. Қай жеріңіз не тұр, соны жөндейді. Қазіргі күні көп ұйықтатып жатқан себебі сол. Сіз ұйықтаған кезде ана ментальный денеге өзгеріс енгізуге кедергі келтірмейсіз. Ал кейде миыңыздағы керек ақпараттарды алып, ана ментальный денеге жүктеу үшін сіз ояу болуыңыз керек. 2 мен 4-тің арасында түнде оятып алатын себептері сол. Уақыт өте келе жаңағы ментальный денені сіздің мына денеңізге қаптап қосады. Сол кезде уже сіз басқадан болып шығасыз. Ана кітаптарда да жазған ғой, жаңа дәуірде сіздер қайтадан туыласыздар, бірақ тура осы күйлеріңізде, бірақ сіз басқадан болып шығасыз. Мысалы, уже марттан кейін мен араласатын адамдармен араласа алмай қалдым. Айтатын әңгімеміз уже жоқ, үзіліп қалдық. И олар айтады да, саған не болған? Как будто сені өзгертіп қойған сияқты, басқа адам сияқтысың дейді. Ортақ әңгіме жоқ просто. Сол сияқты бәріңізде ментальный денелеріңізбен біріккен кезде осыз адамсыз, түріңіз осы, бірақ сіздің ойлау деңгейіңіз басқадан болып шығады. Санаңыз есейген басқадан болып шығады. Қазір сіздерді дайындап жатыр. Ұйықтатып, жердің герці көтерілген кезде физикалық денеңіз көтере алмай, ауырып жатқан себебі сол. Бірақ әрқайсыңыздың қастарыңызда толып жүр тәлімгерлер, расалар. Әрқайсының өзінің қызметі бар. Біреу миды сканер жасайды, біреуі бауырыңызды, біреу өкпеңізді. Қорықпаңыздар, бәрі қасында жүр. Және менің байқағаным уже арктурлықтар бар ғой, олардың түрлері аватар сияқты, көк көздері бүйтіп бақырайып қалған. Уже хаттар келіп отыр. Шошып кеттім дейді, таңертең тұрып көзімді ашсам бүйтіп бетіме қарап тұр дейді. Сонымен бүйтіп қарасам жоқ болып кетті дейді. Уже белгі беріп жатыр да қасында жүрген. Эмоция көп құбылмаладым, әңгіме айтқым келмейді деп. Әңгіме айтпай-ақ қойыңыз. Өзіңізбен өзіңіз оңаша болсаңыз, әңгіме айтқанда не пайда? Осыған дейін әңгіме айттық, өсек айттық, жетеді сол. Адамдардың көбі түсінбейтін сияқты дейді. Адамдардың көбі түсінбейді, ничего, бара-бара түсінеді. 1 жыл көлемінде түсінеді деді ғой осы айтылған нәрселерді. Біз үлгермей атсақ та пост қып жаза беріңдер, ақпараттарды жаза беріңдер деп жатыр. Адамдар 1 жылдан кейін оқиды, оларға керек дейді. Себебі мартта айтылған, мартта жазылғандарды енді қабылдап жатыр дейді. Көзімді жұмсам біреу тесіліп қарап тұрғандай дейді. Сіздің парақшаңыздан шыға алмай қалдық қой дейді. Оны сіздің высшаяңыз жасап тұр. Бұл жерде барлығы жоспар бойынша ғой. Қараңыз, сіз мына жақта мынандай ғой, беріп жатқан ақпараттар бір жағынан сенбей тұрсыз, бірақ бір жағынан қызық сияқты. Себебі бұған дейін Арал теңізі не үшін тартылып қалды? Біз экологиядан көріп жүрдік қой. Арал теңізі тартылған себебі оның асты опять же қара энергия бөліп тұратын төменгі портал. Мақсатты түрде тартылу керек болды. Енді ана төменгі
портал жабылғаннан кейін ертеңгі күні кәдімгі көбікті болып мықты әдемі күшті теңіз пайда болады дейді. Барса келмес, құпиясы қанша мың жыл болды, құпиясы ашылмаған, енді ашылып жатыр. Әлі күнге дейін телевизорда айтып жатыр, солтүстік Қазақстанға мына бағдарлама жасап жатыр, қанша адамға ақша береміз деп жатыр. Гүлдемейді, қазақ просто тұра алмайды. Себебі не? Себебі әні эфирлі қабатта болып жатқан нәрсемен тығыз байланысты. Солтүстіктің енді гүлдейтіні сөзсіз. Бір жағынан логика көтеретін, логиканың жаңа сұрақтарға жауап таппай жүрген нәрсеге жауап келіп жатыр вроде бы. Бірақ бір қарасақ ертегі сияқты. Біздің санамыз логика и в то же время сенбей тұр. Бірақ жаңа күнделікті келіп жатқан адамдардың кім екенін білген кезде, что сіздің рухыңыз бар екенін білгенде, высший яңыз, жаңағы ескі тағдыр кітабыңыз жабылған кезде, жаңа контракт берілетін білген кезде, сізде уже қызығушылық туа бастайды. Мен кіммін? Менің рухым кім? Менің рухымның кабинеті қандай екен? Немен айналысады екен? Қандай мақсат қойып отыр жалпы деген сияқты сұрақтар интерес туады. Бұл деген сөз әр адам өзін іздей бастайды деген сөз. Мен кіммін деген сияқты. Бір жағынан қызық, бір жағынан білім, бір жағынан таным, мына жақта еще тарих кетіп жатыр. Кенесарының өзі басы қасында жүр, ана жерде ақпараттарды беріп, қолбасшыларын әкеліп жатыр. Жаңағы Ағыбайға қатысты адамдарды бүйтіп тұрып сілкіп әкеп жатыр. Ертең күні сол Ағыбайға қатысты қасында жүрген қолбасшы кім Кенесарыны өлтірді, қандай приказбен өлтірді, кім приказ берді жалпы, соған қатысты адамдарды әкелген деп тұр. Бір жағынан тарих, бір жағынан әр адам уже сыртты емес, біреудің анау сары жаңалықтар емес, біреудің ұлы бірдеңе жазып қойыпты, бір әншінің бүйтіпті деген ақпарат сізге уже не интересно. Себебі сізге өзіңіз қызық болып тұрсыз. Өзіңді зертте деген осы. Ал қабылда деген сөзді мына айта саламыз, бірақ біз жүрекпен айтпаймыз да, түсінбейміз. Неге мен қабылдауым керек? Неге? Өткенде бір кісі айтады, менің 2 қайынбикем маған осы күнге дейін күн бермеді. Жасым болса 50-ге келді, әлі күн бермейді. Мен неге оларды қабылдауым керек, дейді да. Сөйтіп қарасақ, өткен өмірде жаңағы мына әйел бәйбіше, кәдімгі мықты бәйбіше, ана екеуі тоқал болған. Ол кезде енді бірнеше әйел алған екен. Бірақ өте құйтырқылық жасаған, ана 2 тоқал 2 қабат болса тасқа тұрғызып төбесінен су ағызып баласын түсіре берген, ұрған, соққан, көрсетпегенді көрсеткен ғой. Қазіргі күні 2 қайынбикесі болып келіп тұр. Осы өмірде бір-бірімізді қабылдаймыз, бір-бірімізді кешіреміз деген контрактпен келіп тұр. Сол кезде барып анапай, деді, вот түбі қайда жатыр, енді қабылдайым деді ғой, өзінің істегенін көргенде. Көрдіңіз ба? Қабылдайым деген сөзді просто түсіну, қабылдау қиын да, ал ар жағында істегеніңді көрген кезде, сол кезде сіздің жүрегіңіз ашылып қабылдайсыз. Сол кезде барып жаңағы жақсы көрмей жүрген енеңізді, жақсы көрмей жүрген қайнапкелеріңізді қабылдайсыз да. Дұрыс, мен тек классикалық әуен тыңдаймын дейді. Классикалық әуен тыңдаңыз, күй тыңдаңыз. Сосын мынау жүрегі ашылған адамдар бар ғой, уже сіздің вибрацияңыз көтеріліп жатыр, сол кезде сіз арқылы уже жарық күштері жұмыс істей бастайды. Сіз жүрген жердің барлығын олар жарқыратып жүреді. Бірақ сіздің энергияңыз таусылып қалады. Кеше мен өзімнен көрдім, бутикке барғам, өзімше бір күн демалысымда магазинге барып, ойбай деп фотоға түсем деп күшті болып барғам. Бір уақытта жаңағы Ағыбайға қатысты тағы да келу керек бір кісілерді Ақтаудан алып кепті магазинге. Сол кісілермен сөйлескеннен кейін бітті. Энергиям жоқ дегенді мен сол кезде түсіндім. Жаңа дәуірдің басты құндылығы, басты байлығы ол энергия дегенді сол кезде түсіндім. Кәдімгі энергиям жоқ. Өлі мен тірінің арасында боп-боз болып отырмын, аузымнан сөз шықпайды даже. Деп, 20% энергиямен келеді ғой бізге адамдар, сол кісілерді жақсы түсіндім. Сөйтіп сканер жасасақ мен өзіме, фиолетовый 100% энергиямен Гранд-паркке келгем. Қазір қызыл жанып тұр ғой, ана жерде 5% энергиямен отыр. Оказывается, мен нем арқылы аш бірдеңе деген энергия бүкіл сол жердегі 1000 бірдеңе адамға тарағанда, соларды полный ағартқан, жарқыратқан. Зато мен неқта бүйтіп қалдым. Машинаға келіп, үйге әрең жеткесін ғой, ана жерде. Салбырап. Сонда сіздерде де тоже болады.
вибрациясы көтеріліп жатқан адамдар сіздер арқылы айналаны тазалайды. Ондай кезде кеше түсіндім, классикалық әуен күй, көкіл күй бар ғой, сол күшті көтереді екен кәдімгідей. И келіп ұйықтау керек. Ұйықтаған кезде как будто андай бензин бітіп қалған адам сияқты, машина сияқты болып қаласыз ғой. Ұйықтағанда энергия жинайды екенсіз. Ментальный денеңіз арқылы. Осы нәрселерді үшін сіздерге айтайын деген едім. Дұрыс айтады. Түсімде ізденуді тоқтатпа, жалғастыра бер деді. Сіздің оны рухыңыз айтып тұр. Іздене беріңіз, іздене беріңіз, іздене беріңіз. Сосын жер сілкінісіне қатысты. Жерді, оны ойламаңыздар. Көп адамға өткенде айттым ғой, как будто жер сілкініп кеткен сияқты сезіліп отыр. Үйде ешкім сезбейді, ол өзі сезеді. Ол оған белгі. Особенно мына Фейсбукта негатив жазып отыратын адамдар бар ғой, солар қатты сезіп жатыр. Кешегідей жер сілкінісі именно соларға арналып тұр. Ұйықтатпай, үреймен, ол үлкен белгі. Бұрын бірдей сандар көрсете беруші еді, уже қазір уақыт жоқ, жерді сілкіп жіберіп жатыр, қорқытып, үрейлендіріп. Күй жақсы энергия береді дейді. Күй өте жақсы энергия береді. Энергия болмай бос шелек құсап қалам. Ужас енді. Сөзсіз музыка, әр сөзде энергия. Сосын бар ғой, сөзге абай болыңыздар. Адамдармен жұмыс істегелі байқағаным, индеец болған кезде, ол қай ғасырда өмір сүрсе де, сөздің, қарғыстың энергиясы тұра береді екен. 10 бәленің 9-ы действительно тілден екен ғой. Бәріміз тілдегі айтқан сөзіміз үшін жауап беріп отырық. Қазір сөздің шыны керек. Анау сөйтіп айтқан, мынау бүйтіп айтқан деген сияқты. Мысалы, бір кісі өткен өмірінде жаңағы андай мықты емші болған екен, бірақ аузы дуалы болған ғой. Боқтай береді екен. Әркімді үйтіп қал, бүйтіп қал, қараңғалы ұрып бүйтіп қал деп. Сол үшін көп өмірінде сол жазықсыз адамдарды сыртынан солай айтқан үшін қайғырып, жаман өмір сүргенді, қиналып өмір сүрген. Қазіргі күні өмірге кетті, горловая чакрасы 5%. Мынандай имплант қоқыпты, ауыз дуалы дейді. Егер ашып жіберсек, бұл қайттан қарғанып шығады. Анау дуалы деген әр сөзінде энергия бар, әр сөзінде вибрация бар, айтқан сөз қабыл болады дейді. Сол үшін неққа имплант қоқып қойған ғой. Баламның машинасына неге соғып кете береді дейді. Балаңыздың машинасын соғып кете ма? Значит, балаңыз өзі өтеуін өтеп отыр ғой. Балалардың қазір неге көп әйел келеді, аналар, балам жаңағы онлайн ойынға ақшасын салып қойып жатыр деп. Ана жақта қарасақ жемқор болған, халықтың қазынаның ақшасын жеген, бәрі жанталасып, переход уақытында кармаларын өтеп отыр ғой. Алған ақшаларын вселенная қайтарып, измеренияны жабу үшін алғанның бәрін қайтаруда. Кредитпен, жаңағы біреуге алданумен, сондаймен бастары қатып жүрген себебі сол. Жаңа бір кісі келді, 40 миллион біреуге берген екен, ол адам әні жүр, міне жүр дейді. Соны айтады, ол бермейді саған дейді. Ол сен оған қарыз ақша ол дейді. Өлтіріп қойған ба, бір бәле істеп қойған. Соның өтеуін ақшамен өтеймін, ақшаның энергиясымен өтеймін деген ғой. Сонымен көз бақырайып кетті. Ақша сұрап келеді, ақша не істеймін, қалай бай боламын деген сұрақпен. Вообще басқа жауап болады ғой. Түсіне ма, түсінбей ма білмеймін. Тәлімгерлер барынша түсіндіріп жібереді. Мені контракттың ақшамен өтеймін деп айттың ғой. Соны жібер. Сен біткен мына жақта үлкен сені байлық күтіп тұр, мынандай ғаламның ғажайыбы. Сен көгерген нанға жабысып отырсың. Қарызыңды қайтармай жатыр анау деп. Жабыспаңдар, жіберіңдер, неғыппен түсініңдер. Мынаны үлкен нәрсені өтеп жатқан. Анау ғаламда қаншаманы өмірлерің шашылып жатыр. Соны ақшамен өтегендеріңе рахмет айтсаңдар, шүкіршілік болсын да, анау или соқыр болғыларың келе ме, или мүгедек болғыларың келе ме. Немен өтейсіңдер? Конечно, ақшамен ең жеңілі дейді, қазір айтады. Енді ал дейсіңдер дейді. Осыны түсініп жіберіңдер. Сол кезде ары қарай жұмыс өз-өзінен кетеді дейді. Босатпай өтсіңдер, просто мына жаққа жабысып дейді. Ақшаға
сосын шүкіршілік айтыңдар. Хорошо, кредит төлеп жатсың ба? Шүкіршілік. Өтеп жатырмын мен бәрін, ақшамен өтеп жатырмын, өтейін, жеңілдігін бер, өздерің көмектесіңдер деп. Бізге сенсеңдер, ары қарай көмектесіп реттейміз ғой. Қандай керемет ғаламат нәрсе күтіп тұр. Ал сендер энергияны жаңағы ақша төлеп жатырмын, ойбай деп зарлай бересіңдер. Сөйтіп ұрсады. Түсінде ДНК өзгерген соң дауысы өзгереді дейді. Енді бірдей сандар деген ол просто белгі ғой сізге. Қасыңда жүрміз, оян, ізден деген нәрсе. Ол прямо анандай бүйтіп қарап не қылудың қажеті жоқ. Жай ғана белгі. Духовкам өз-өзінен сигнал пик етіп қарасам EOS 32 деп тұр дейді. Жанар, ол сіздің планетаңыздың атауы сияқты. Даусыңыз неғып жуандап жатыр дейді. Дауыстың жуандап жатқаны жаңағы барлығы вибрация ғой. Біз басында инстаграмнан көргенбіз фишкасы деп. Оказывается, ол фишкасы болса, ол именно бір сөз бәрінде жуандайтын еді. Жуандау керек адамдарға жуандатып жатыр. Яғни қай сөз жуандайды? Соған мән беріңіз. Тәлімгерлеріңіз соны істеп отыр. Ғаламда кездейсоқ деген нәрсе жоқ. Бізге айтады ғой, даже мынау қолыңды бүйтіп тіліп алсаң да, қолыңнан зубная щетка түсіп кетсе де, барлығы бақыланып біздің планмен істеліп отыр. Өздігімен істеп отырмын деп ойлама. Ол ескі дәуірде высший рухтарыңның, сендердің таңдауларыңа кіре алмады. Опытты өзің жина, өзің таңдау жасап, өзің адам бол деп бостандыққа жіберді. Жақсы жаққа кетесің ба, таңдау еркің, или жаман жаққа кетесің ба? Араласқан жоқ. Несінен жібінен бүйтіп ұшып кеткен шарик сияқты өмір сүрдік жерде. Қазір не болып жатыр? Қазір уже екі әлемнің бірігуі деген сөз сіздің рухыңыз жоғарыда управлять етіп отқан. Сізді уже бағыттап, сізді ұстап алып отыр. Бірдей санды көрсетудің мәнінде сол. Сен уже бақылаудасың. Енді сені дұрыс өзім бағыттаймын деп отыр. Және сізде қазір болып жатқан нәрсенің барлығы дұрыс. Қарызға кіріп жатсыз ба, кредитке кіріп жатсыз ба, дұрыс. Себебі істеген ісіңіздің өтеуін өтеп жатсыз. Сіздің рухыңызға ол барлығы анық көрініп тұр. Енді бара-бара уже жаңағы рухымызбен біріккеннен кейін жоғарғы әлемде олар қалай жұмыс істеп отыр, болашақта солай жұмыс істейтін боламыз. Енді ол қазір кішкене саналарыңызға ауырлау, бірақ алдағы бір жылдың көлемінде уже оны түсінесіздер. Галактика Федерациясында столда қалай отырмыз, вот солай отыратын боламыз. Жоғарғы рух жерде жаңағы жан опыт жинап, саналы ДНК-сына бүкіл опыт жинады, жаңағы жақсының да, жаманның да рөлдерін жинады. Енді уже жерге өзім түсем, өзіміз денеммен бірігем деп тұр ғой. Алла мен рухтың байланысы қалай дейді. Рух деген ол сіздің высший яңыз, бәріміздің высший яңыз, Құдайдан бөлініп шыққан. Ал жоғарғы әлемде жаңағы иерархия болады. Мысалы, тәлімгерлердің өзінің жаңағы опыттарына сай ортаншы жоғарғы деп бөлінеді ғой, істеген қызметтеріне қарай. Бірнеше вселенныйда жұмыс істегеніне қарай. И көп жұмыс істеген сайын олардың деңгейі көтеріле береді. Сол сияқты архангелдар бар, олардан жоғары илахимдар бар. Сол илахимдерді біз Алла деп айтамыз. Ең басында төбеде жаратушы тұр. Алла мен жаңағы рухтың байланысы сол. Қазіргі галактика федерациясы, ғалам құрылысшылары деген нәрселерге біздің миымыз жетпеді ғой. Ескі дәуірде біз оларды просто Алла дедік. Құранда сол үшін айтады. Алла деп те, жаратушы деп те айтатын себебі сол. Екеуінің ара жігін ажырата білу керек. Қазір уже сіздердің саналарыңыз көтереді, оны уже ажырата алады.
Сәуір айында Ақсарбаз ата ғылыми кездесу ұйымдастырайын деп жатыр. Сіздер барасыздар ма дейді. Білмеймін оны. Алдын ала енді ештеңе айта алмаймын. Сәуірде бізде жұмыс көп. Сәуірде жаңағы батыс тұр. Ақтау, Атырау, Кенесарының ер адамдарды оятам деді ғой, сол батыспен байланысты болып тұр. Білмеймін, бір құпия айтамын дейді. Одан кейін аққулардың қолында мынандай не бар екен, қасиет бар екен. Олар жаңағы қара энергияны алады екен да, жарық энергияны тастап кететін қасиеттері бар екен. Соны өткенде Ақтаудың жерін дайындап жатыр, жоғарғы әлемде кәдімгідей дайындалып жатыр. Айтып едік қой, Ақтау қазір реанимациядан шыққан адамның күйін кешіп жатыр деп. Сол аққулар тазалап жатыр қазір. Қара энергияны алып кетіп, өздерінің құрбандық заңы ғой, құрбан болып, ана жерге жарық энергия апарып жатыр. Оның ешқандай экология, анау-мынау деген қажеті жоқ. Зарина Ақсарбаз атаға барды ғой, сіз неге бармадыңыз дейді. Зарина Ақсарбаз атаға барған жоқ. Ақсарбаздың рухы Заринамен бәрімен байланыста. Физикалық денеде кездесетін уақыт әлі келген жоқ. Алдағы уақытта келеді ол. Жоғарғы әлемде өзінің реттіліктері бар. Сол реттілік бойынша жоспар жүріп жатыр. Оған енді біз араласудың қажет жоқ. Мен ана барам, мында барам деген. Барлығы өзінің ретімен. Ақсарбаз ата сіздердің жасап жатқан әрекеттеріңізді қолдамайды. Не үшін дейді. Ол да жоспарлы түрде, құпиясын кейін білесіздер. Ол жерде Ақсарбаз атаның қасында жүрген адамдардың кармалық байланыстары бар. Бізбен именно кармалық байланысы бар. Сол үшін ол кісі де ғаламның жаңағы жоспарынан ғаламдық реттілікті бұзбай, жоспар бойынша солай ұстап отыр. Әйтпесе ол кісі басы қасында рухы бәрін бақылап жүр. Сол себепті мен ешқандай ондай неге миымды ауыртпаймын. Елу 3.001 санын көрсетті дейді. Так. Білмеймін енді оны әркімде әрқалай. 53.1 деген негізі 9 ғой. Не тура 30 дейді. Манты тура отырмын. Дінге сатқындық жасау дегенді қалай түсінсе болады дейді. Менің бір жолдасым екеуміздің досымыз бар. Баяғыда жақсы қыдырып сөйтіп жүрдік. Бірақ кейін ол жаңағы дінге кетіп қалды. Сақал өсіріп, сол ақиди ма сондай. Сөйтіп бізбен араласпай кетті. Марттағы шумнан кейін тем более араласпай кетті. Енді шошыған шығар. Сол жақында сол кісіні таң атпай почему-то үй алып келген ғой ана жерге. Сөйтіп қарасақ, анау арқарлар бар ғой. Арқар деген раса біткен, ең қатал раса. Қысып адамдарды алып келетіндер сол раса негізі. Сол арқарлар тұр. Бұл енді жерде өзімізше бірдеңе тіршілік етіп жүреміз ғой, бірақ на самом деле жоғарғы әлемнің жоспарымен жүреміз. Сонда шай ішем деп мына жерде бір жұмыстармен келген ғой. И уже мен қабылдап түсіне бастадым. Рухани ізденіс жолында жүрген кезде басында адамда мынандай не болады. Дінге деген агрессия, фанаттар, сақал өсіріп кетті, хиджаб киіп кетті деген агрессия болады. Менің өзімде де болғанын түсіндім. Март, апрель айларында. Сол себепті шығар, жаңа 42 арыз жазылды деп айтты біздің үстімізден. Соның көбі сол дін өкілдері жазған екен. Өйткені менің ішімде өзімде оларды қабылдамау болды. Ал қазір мен қабылдаймын, абсолютно олардың бәрін қабылдаймын. Себебі өткен өмірлерін көріп тұрмын. Мысалы, жаңағы досымызды дінге кетіп қалып, бізбен араласпай қалды деп мен сөйтіп жүрдім. Бұрын дінге сатқындық жасаған бала екен. Ол кезде енді ескі дәуірде жаңағы тентек болғанбыз ғой, адамдар вообще санасыз болған, қылмыс сондай көп болған кезде дін жарқырап
діңгек болып тұрды. Бір нәрсеге әйтеуір үміттенетін, адамға үміт беретін жарық сәулесі болып тұрды. Дін сол үшін келді. Сол кезде діннің атын жамылып, сол жерде қызмет істеген болып, дінді сыртынан жамандап, жаңағы адамдарды түзу жолдан тайдырып жіберген. Сол нәрсесінің өтеуі дейді қазір. Дін жолында жүріп өтеп жатыр. Және қасында жүрген адамдарды кезінде өзі тайдырып жіберген. Қазір соларға үйретіп жатыр дейді. Өзінің уақыты келеді, опыты біткеннен кейін содан кетіп, осознанностьқа келеді, рухани ізденеді дейді. Содан кейін барып менде қабылдау болды. Одан кейін хиджаб киіп жүрген адамдар тоже сондайда қарасақ, діннің опыты ДНК-да жоқ болса, тез өтеді да, сосын дін жолын тастап, арқарай кәдімгі рухани ізденеді, арқарай нумерология, астрология, ретімен психологияны айтып сондай. Ешкімді осуждать етпеңіздер, жазғырмаңыздар, кеше хиджаб киіп жүріп, бүгін шешіп кетті деп. Себебі опытынан өтеді. Кәрі рухтар көбінесе дінге жоламайды, қабылдай алмайды. Почему? Потому что оның ДНК-сында бар. Талай өмірінде монах болып келген, талай өмірде шіркеудегі әке болып келген. Сондықтан оның қажеті жоқ. Кімге қажет? Солар жаңағы діннің опытынан өтеді. Сол себепті айналаның барлығын қабылда дейтіні сол екен. Бәрі өзінің сабағын өтіп жүр, бәрі өзінің жаңағы жолын өтіп жүр. Қазір тем более переход уақытында әр рух өзінің жанымен, жердегі жанымен жұмыс істеп жатыр. И біреу жұмыс істеп жатқан кезде біреудің бақшасына барып, не істеп жатсың, не картошка егіп жатсың деудің қажеті жоқ. Біз түсінбеген кезде сондай болдық қой, мен өзім де сондай болдым. Кеше ғана бүйтіп боянып сөйтіп жүреді, бүгін өзінше тақуа бола қалыпты, хиджаб киіп, еще психологиялық әңгіме айтады деген сияқты жазғырулар мысалы адамда болады. Ал біз арғы түп жағын көрмей тұрмыз да, кейбір адамдардың аурасын жаңағы дінге әкелу арқылы тазалап жатады. Біреу жаңағы діннің опытын өтіп жатады. Біреу кезінде өзі сатқындық жасаған сол діндегі, соның кармасын өтеп жатады. Енді мысалы танымал тұлғалар көбі дінге кетті ғой. Себебі жас рухтардың көбі, жас рухтар көп діннің опытын өтпеген. Ал мына бір адам, танымал адамның аудиториясы бар, көп миллиондаған. Бұл соларға үлгі болып тұр. Хиджаб кию керек. Ал жаңағы жас рухтар осы кісіге қарайды, бағыт ұстанады, бәрі дін жолына түседі, діннің опытын тез өтеді. Уақыт өте келе мына главный баста отырған лицо, ол жаңағы рухани ізденіске келеді, уже басқа рухани бағытқа кетеді, осындай нәрселерді түсініп. Сонда өзінің аудиториясын бірге жетелейтін болады. Рухтың көзімен қарайтын болсақ, осындай нәрселер болып жатыр. Сол кезде менде қабылдау болды. Ешкімді жазғырмаймын, ешкімді сөкпеймін. Себебі әркім өзінің жолын өтеп жатыр. Даже сіздің балаңыздың өзі тентек болып, біреудің машинасын соғып кетіп, біреуге қарыз болып, біреуде жаңағы автоматқа ақша салып жіберіп, сөйтіп жатыр ма, өзінің тентек болған өміріндегі берешек ақшаларын беріп, кармамен, энергиямен өтеп жатыр. Намаз оқыдым, 1 жыл болып қалды, тастап кеттім. Сіз айтқанның бәрі менде болды, ұйқы, анау. Сіз, значит, діннің опытын алдыңыз. Анандай өзіңізді жазғырмаңыз. Көп адам өзін кінәлі сезінеді. Мен деген намаз оқып едім, намазды тастап кеттім, енді қалай болады, ертең ана жақта сұралмайын ба деген сияқты. Жоқ, олай емес. Сіз соның опытынан өттіңіз, өтедіңіз. Арғарай енді тоқтатпай іздене беріңіз. Контрактпен келетін болсақ, неге карма сақталады дейді. Мен оны түсіндірдім ғой сізге. Ескі дәуірде контракт болғанда ол тағдыр кітабы былай жазылады. Мысалы, маған жаңағы емшілік қасиет береді жерге түсетін кезде. Бірақ ана рух айтады, саған қасиеттің опытын өтеміз, бірақ таңдау еркі өзіңде. Біздің высший ямыз ғой, Құдайдан бөлініп шыққан. Біз жан ретінде одан бөлінеміз де жерге туылайын деп тұрмыз. Сонда неде тұрады тағдыр кітабында? Емшіліктің қасиетінің опытын өтеді деп тұр. Мен жерге түстім. Жерге түскеннен кейін менің высший ям уже менің таңдау еркіме араласпайды. Таңдау еркі жердегі жанда.
Құран не үшін 99% жанға арнап жазған? Біз рух туралы аз айтамыз дейді. 99% жан туралы айтқан. Себебі ескі дәуірде таңдау еркі жанда болған. И маған емшілік қасиет берді. Мен оны жақсы жаққа жұмсап, халықта емдеп, жаңағы дұрыс бағыттап, ауырған жерін емдеп, шөп беріп, сөйтіп жұмсауға да қасиетімді, мүмкіндігім бар. Сонымен қатар манипуляция жасап, елді қорқытып, жаңағы басқалай қаралық жасап, дуа жасап, сондайға да мүмкіндігім бар. Көрдіңіз ба, таңдау еркі солай. Сөйтемде уже денені тастап кеткеннен кейін, өліп қалғаннан кейін жоғары әлемге барам ғой. Ой, елки, мен деген дұрыс пайдаланбадым деймін. Енді келесі жолы қайтадан сондай қасиетпен түсіп, түзетем деп келем да. Келесі жолы келіп, опять 25 деген сияқты қайттан төменгі неге кетіп қалам. Бүлдірем. Вот сондай опыттан біз өте алмай жүреміз. Мысалы, бір кісі келді өткенде. Уже кармасы онкология болып бара жатыр. Іші тас болып қалған. Қарасақ, 51 өмір бойы адамдарды улаған ғой. Кім ұнамайды? Ақырын барып тамағын оғысып кетеді, білдірмейді, іші бүйтіп тұрады. Ана адам қылқынып, іші өртеніп, қиналып, ішінен қан ағып, сөйтіп өледі. Біреудің тасы алға кетіп бара жатса, соған барады да, көре алмайды, ол мені өлтіре салады. Сол бір өмірінде қателік жасайды, келесі өмірде кармамды өтеп, енді қателік жасамайым деп, 50 өмір бойы адамдарды улаған. И өзі айтады, қазір көзімді жұмсам, көп адамдар тұрады дейді. Менен көмек сұрап тұрмай, не үшін тұр олар? Мен оларды айтам, мен сендерді естімеймін, көмектесе алмайым деп айтам дейді. Ал олар көмекті сұрап тұрған жоқ, ана измеренияда ақысын сұрап тұр. Біз қиналып өлдік, ішімізден бүйтіп қиналып. Мынау онкологиямен ауырып өлсін деп, сөйтіп бүйтіп кеп тұр ғой. Ана измеренияда ана өлшемде болып жатыр ғой. Содан мына кісіде, өмірі, қазіргі өмірі бозарып кеткен, тозақ, в общем, уже онкология кетіп бара жатыр екен. А рухы дірілдетіп әкеп тұр. Өтініш мынаның кармасын үзу керек деп. Сөйтіп кешірім сұратты, жылатты жаңағы. Кармасын, в общем, қасиеті бар, алдағы уақытта миссиясы бар деді жаңа дәуірде. Сол миссиясы болғаннан кейін жаңағы карманы үзу керек. Бүкіл анау 40 адам, құдай қанша адам, солардың барлығы алдына келіп, жылатып тұрып, кәдімгідей кешірім сұратты. Осындай таңдау еркі берілген кезде азартына кіріп кетпеу керек жамандықтың. Сол нәрселер үзгізіп жатыр. Параллель измеренияда ол тұрған нәрселер жерді бәрібір жоғары толық көтеруге мешат етіп тұр ғой. Сол себепті кармасы үлкен, жерге зиян келтірген адамдарды әкеп жатыр қазір. Тез әкеп, қателіктерін көрсетіп, кешірім сұратып, айтатын кодтарын айтқызып, ана измеренияны босатып жатыр. Білесіздер, Ақсарбас кітабын оқысаңыздар. Жаңа дәуірде жердің астралдық, менталдық қабаты болмайды. Рухтар, біз рухымызбен біргеміз. Нәзік әлем деп айтып отырық қой. Жоғарғы күштер, жоғарғы әлем қандай? Толық біргеміз. Уже біз жерде бәріміз жүреміз. Неге кекіре берем? Кекіріңіз тазалап жатыр. Тамақ, манты. Бұл тамақтың, мантының несін турап қоям. Етін, тыквасын, ертең нан илеймді. Ертеңгі тамаққа бүгінгі тамақты ішіп алдық. Кешкі уақытта. Тез үлгерудің тәсілі. Бәріне бір уақытта. Айтпақшы, әйелдерге мынандай қасиет қосты. Өзіңнің ішіне үңіліп, өзіңді зерттеп, басқа біреудің проблемасына мұрныңды соқпау, пофигизм деген қасиетті қосып жатыр. Алдың күннен бастады бұны. Себебі келетін әйелдердің сұрақтарын көрсеңіздер, 15 сұрақ алып келеді. Қайын әпкем бүйтіп еді, қайын інімнің баласы ауырып қалып еді, папамның інісі кредитке кіріп кетті, көршім маған онша емес қарап жүр, что-то маған бірдеме істеді ол. Анау мынандай, ана әпкемнің кредиті қашан бітеді? Мен айтам,
15 сұрақтың ішінде сіз қайдасыз деймін да. Неге өзіңіз туралы сұрамайсыз десем, құрсын өзім туралы не сұраймын енді, мен де білмеймін, бәрі нормально шығар деп. То есть біз жаңағы бәріне мұрын соғып айтады да, еще қасындағы расалар, ужасынан миы мусор дейді, миын вообще ауыстыру керек, не годится дейді ғой. Мә, өлеміз тұрады жердеш. Миы толған мусор дейді, сериал, одан қалса жаңағы негативный ақпараттар, бүкіл көрші туған туысқан проблемасы, өзі жоқ. Сол пофигизмді қосып жатыр қазір сіздерге. Ештеңеге бас ауыртпай жүрулеріңіз мүмкін енді алдағы уақытта. Жеңіл болу керек екен ғой, әйел деген жеп жеңіл. Қазіргі сәтпен өмір сүретін, ол андай санасыз емес, саналы. Бірақ ертеңгі күнге бас ауыртпайтын, ертеңгі күнді Құдайға тапсыратын, жаратқанға шын сенген адам ертеңгі күнге бас ауыртпайды ғой. Мысалы, сіз маған сәуірді сұрап отырсыз, мен сәуірге бас ауыртып отқан жоқпын. Маған қазіргі сәт маңызды. Ертеңгі күнге бас ауыртып қайғыру, ол Құдайға сенбеу ғой, былайша қарағанда. Крайонда да айтады ғой, бірінші үйде періште айтады ғой, ондай дастархан көрмеген қасқа Майкл Томас көз жайнап кетеді, біз тойда қалай толтырып аламыз пакетке. Айтады ғой, дастарханнан тойып же, бірақ ештеңе алма дейді. Дым көрмеген Майкл Томас толтырып несіне алып алады ғой, сумкасына. Бүкіл тамақ орта жолға жеткенде шіріп кетеді ғой. Вот сол сияқты да, ол Құдайға сенбей тұр. Құдайға сенбей жолда аш қалам деп періштелердің мекенінде жүр хотя бы. Сол хотя сояқта жүрсе де, ол Құдайға сенбей толтырып алып, ол тамағы шіріп кетті. Сол сияқты біз или болашақты ойлаймыз, жаңағы әлі болмай жатқан нәрсені. Біздің қасымызда толып тәлімгерлер жүр. Не проблема ойлап отырсыңдар дейді. Немесе өткенді ойлаймыз. Деп 5 бала туып алған, күйеуін жамандайды келіп алып. Мен соған шықпауым керек еді, маған мынандай жігіттер сөз айтып еді, осыған осы тупойға шықпауым керек еді. 5 бала туған кезде әлі соны ойлап жүр да. Қазіргі сәтте өзі жоқ. Әйел адам жеп жеңіл болу керек екен. Құдайға сенетін, саналы, ұшып тұрған, сондай жеңілдікті қосып отыр әйелдерге. Былайша айтқанда пофигизм дейді. Мысалы, баласын уайымдап отырады көп адам. Болашақта мен өліп қалсам, олар күн көре алмай қалатын шығар-ау деп ше. Айтып, құрсын бірінші өлсі шығыршы деген сияқты қалжыңдап айтасың, конечно. Бірақ енді өзі жап-жас, неге ана өлетінін ойлап отыр? Тәлімгерлер ұрсады ғой. Сен неге өйтіп ойлайсың? Білесің бе, қазір қандай өзгеріс болайын деп жатыр? Қандай өзгеріс? Физикалық денемізбен біз басқа өлшемге өтеміз, Иса сияқты. Сол үшін сендерді жанталастырып жатырық. Сол үшін сендерді инвалид қылмай, соқыры мылқау қылмай, кармаларыңды бүлдірген кезінде, қиратқан, халықтың ақшасын жеген, біреуді өлтірген кармаларыңды қазір тез шырма оқып, кредитпен өтетіп жатырық. Зато 12 мүшелерің сау. Зато сендерде содан құтылғаннан кейін, осы переходтан, мынау организмде, бүкіл мынау неңде, клеткаларыңда қартаю емес, жасару процесс жүреді. Сен неге мен өлгеннен кейін балаларым аштан қатады дейсің? Сен 300 жыл жасайсың деген кезде, ана ел, нокаутқа түседі ғой. Шыққаннан кейін білемен, примерно, едейтін, мыналар ертегі айтып отыр дейді. На самом деле сол болайын деп тұр. Бізді жанталастырып атқан себебі сол. Переход деген сол қазіргі. Құранда қыл көпір дейді ғой. Сол ғой қазіргі. Қыл көпір махшар сәті. Махшар сәті не деп айтылады? Өлгенде, тірілгенде келіп, өміріне есеп беретін кез дейді. Көрдіңіз ба? Сіз өлген өмірлеріңіз бар ғой, сол үшін есеп беріп отырсыз. Мына қыз қиналып мына келді, ана измерениядағы барса келместің үстінде былықтырып отқан частичкасы тоже келіп есеп берді жоғарғы жаққа. Есеп беріп, ананы жоқ қылды. Қазір мына қыз полный рухымен бірігіп, енді өзінің жайлап адам бола бастайды. Вот осында. Сосын түсті өздеріңіз жорыңыздар. Ешкімге айтпаңыздар. Мынандай жаққа жазудың қажеті жоқ. Түс сізге жеке өзіңізге высший яңыз подсказка беріп тұр. Жақсы жаққа жорыңыз. Қалай жорисыз қазіргі уақытта? Тура солай болады. Сіз біреуге айтасыз, ол бір бейпіл ауыз шығар, алады да, ертең бүйтесің, сөйтесің десе, ол да орындалады.
себебі қазір энергияның уақыты. Любой сөз орындалады, любой ой орындалады. Не то что сөз, ойлайсың болады, ойлайсың болады. Біреуге жамандық ойлайсың, өзіңе келіп тұрады. Тамақты азырақ дейтін уақыт келіп жатыр. Мынау жоғары вибрациясын көтеріп жатқан адамдар уже көп тамақ іше алмайды. Мен де уже ет жей алмай қалғам. Мен жолдасымнан ұялғаннан шұқып жеймін. Жесем уже асқазаным ауырады. Жемей отыруға ыңғайсызданамын енді. Майысып отқан сияқты болып сезімге беріліп. На самом деле уже асқазаным көтермейді. Больше фрукты, больше жаңағы сұйық, сондай тамақтар ғана. Бара-бара тамақ ішу қалады дейді ғой. Тек қана сумен жүресіңдер дейді. Сонда бүткіл адамзат сіздерге келіп кармасын үзу керек пе дейді. Жоқ, бүткіл адам бізге келіп кармасын үзбейді. Сіздің күнделікті әрекетіңіз, сіздің күнделікті біреумен байланысыңыз, біреуге жаңағы қарыз беруіңіз, қарызыңызды алуыңыз, карманы жаңағы кредитті төлеуіңіз, біреуге бір жұмысты істеп беріп жатқаныңыз, оның барлығы жайлап өзіңіздің өміріңіздегі кармалардың үзіліп жатыр неде. Бізге келіп жатқандар ол, который крупный, жерді жеңілдетуге, жердің вибрациясын көтеруге кедергі жасап тұрған эфирлі қабатта жаңағыдай көп нәрсені былықтырған жандар ғой, соларды әкеп тұр. Жер толық беске өту үшін эфирлі қабатта аналардың беліндегі жіптер ұстап тұр, көрдіңіз ба? Солтүстік Қазақстанды жоғары көтерейін десе, жаңағы ана кісінің істеген қара магиясы ұстап тұр, оны үзгізу керек. Барса келместі көтерейін десе, опять же, қара порталдың үстінде отыр дөңкейіп, соны мысалы жоқ қылу керек. Тағы сондай тарихқа қатысты, жаңағы Кенесарыға қатысты, осындай крупный тарихқа қатысты, жерге қатысты, басқа мемлекетке қатысты, даже Стамбул түріктердің мысалы неге ондай болып кетті, лыпылдап, сондай 200-лық қандарына неғып сіңіп кетті. Ол Баязиттен келген, сол Баязитпен қатысты адамдар келіп жатыр. Одан кейін жаңағы Египеттің жері неғып солып қалды, неғып көгермей тұр. Египеттің әу баста кім бүлдірді? Солардың бәрі қазақ болып келген ғой. Сол эфирлі қабаттағы өзінің астрал қабатындағы былығын өзі жауып жатыр. Сол үшіндей қиналып жүр қазіргі күні. Соларды әкеп жатыр. Атат бізге келіп карман үзу деген жоқ. Сіз осыны самый главный жүрегіңізбен түсініп, қабылдап жан-жағыңызда. Кіммен карма бар екен қалай білуге болады? Просто кім сізді ойлағанда жыныңыз келеді. Кім бесит етеді былайша айтқанда? Анау меня бесит дейсіз ғой. Соны просто көз алдыңызға елестетіңіз. Ол сізді ешкім мазаламау керек. Сіз ешкімді жек көрмеуіңіз керек негізі, дұрысында. Егер солай болса, сол адамды просто көз алдыңызға елестетіңіз, кешірім сұраңыз. Өткен өмірде саған жасаған жамандығым үшін өтініш, кешір. Мен де сені кешірем. Бұл біз үшін керемет опыт болды. Ол өткен өміріміз. Енді сол өмірдің кармалық энергиясын үзейікші. Қазір біз басқаданбыз, басқа денедеміз. Енді жаңа энергиямен жаңа қадам басайық жаңа дәуірге деп ойша айтыңыз. Кім сізді жек көреді, прям айтқыңыз келмесе де айтыңыз. Көресіз, сол күннен бастап ана адамның сізге деген отношениясы өзгереді. Мен сол өзіме таңғалам, жек көретін адам жоқ ше дейді. Молодец. Z проектіге кімдер келу керек дейді. Енді оны бар ғой, қараңыз, өткенде айтып едім ғой, жоғарғы әлемде әр адамның өзінің кабинетінің сыртында списоктар тұр. Мысалы, допустим, бір психолог, мысалы Гүлнұр деген психолог тұр. Бұл кісі психолог болып жұмыс істеп жүр. Анау кабинетінің сыртында списоктар тұр ғой. Біз мысалы психологқа барамыз, сабағын сатып аламыз ғой даже. Соның өзі жоғарыда контракт бойынша. Сол сияқты X проектке кімдер келу керек, список тұр. Солар ғана кеп жатыр, соларды әкеп жатыр. Сол сияқты Зариналар жұмыс дейтін жаңағы Z проект бар ғой. Соған кімдер келу керек, өзінің адамдары бар. Бұрынғы өмірде Заринамен, Мадиналармен қатысы бар адамдар болуы мүмкін. Вот айырмашылық сода. Жаңағы әркімге өзінің жоғары жақта істелінген контракт бойынша сөйтіп адамдар барып жатыр. Мысалы, даже түрлі сабақтар сатып аламыз ғой біз.
психологиялық сабақтар осыған дейін, байлықтың баюдың жолын алатын сабақтар. Сол кездің өзінде де біз кішігірім кармалар өтеліп кетеді екен. Мысалы, қай психологтың сабағын алсаңыз да, сіз ақша беру арқылы оның білімін алдыңыз, сіз ақша бердіңіз. Өткен өмірдегі бір мелкий кармалар сөйтіп өтеліп кетеді, әрі осы өмірде сіздің рухани дамуыңызға ол пайдасын тигізіп тұр. Тыквам түрін қарасаңыз, домбыра сияқты. Кіші ұлымды түсінбей жүрмін дейді, агрессия ұрып тұр дейді. Походу, кіші ұлыңыз басқа энергиямен туылған бала болса керек. Біз енді, мысалы, бала құрып отырады ғой, осындай проблемамен келеді. Ана бала кәдімгі новый программамен келген, өзінің алдында жолы тұр. Кәдімгі өзінің жолы тұр, абсолютно. Жаңа программамен жаңа дәуірдің адамы. Өзі қалаған жүрегін тыңдап, жаңа өзінің бағытына жолы істейін деп тұр. Сол кезде шешесі, әкесі келіп, сен оңбаған телефон шығып отыра бересің ба осылай? Не оқымайсың, не елдің баласы сияқты жұмыс істемейсің, не ақша таппайсың, официант болып жұмыс істемейсің ба хотя бы? Не анау отырсың, ешкім емессің ертең, мен өліп қалсам аштан қаласың деп, әке шешесі ана аяғына тұсау байлайды да, қанатын қиып тастайды, қайырып тастайды. Осы нәрсемен көп келіп жатыр. Просто түсініңіздер, балалар, олар сізден де жоғары миссиямен келгендер, энергиясы өте жоғары. Қазір энергия көтерілгелі, жердің герці көтерілгелі, олардың вообще санасы ашылып кетті да. Сіз төмен энергия, ескі дәуірдің батпағын тықпалап отырсыз, ана уже қабылдай алмайды. Уже агрессия. Бесишь меня деген нәрсе тұр да. Пожалуйста, баланың болашағына балта шаппаңыздар. Жақсы көріңіздер просто. Өзіңіз үлгі болыңыз, ненің дұрыс, ненің бұрыс екен. Балам олай сөйлеуге болмайды екен, сөздің энергиясы болады екен деген нәрсені жайлап айтсаңыз, ол түсінеді. Жақсы көріңіз, қабылдаңыз. Әр жұмыссыз, ол бейшара ішкіш болып қалатын бала жоқ қазір. Ол заман өтіп кетті. Ол ескі дәуірдегі нәрсе ғой. Сондықтан баламен ұрысудың қажет жоқ, өзіңізге дұшпан жасап аласыз. Карантиннен кейін балалар сабақ оқуды қойды. Карантин кезінде уже жердің вибрациясы резко көтерілді, екі әлем қосылды. И олар біліп тұрды, енді сөзін шыны керек, мектептегі білімнің мусор екенін. Бастап отырық қой қазір. Тарихты, географияны, астрология, астрономия, ертең физиктер келеді, физик ғылым жағынан дәлелдеу алып келеді. Қайтадан оқып шығамыз, білім қайттан жазылады. И олар соны біліп тұр. Оның санасында біліп тұр. Программа жоқ, ескі программаны маған пихать етпеші дейді. Көгеріп, шіріп кеткен тамақты аузына тыққылап атсыз ғой. Ол соны қабылдай алмай тұр бала. Карантиннен кейін баланың білімге деген қызығушылық абсолютно жоқ болып кетті. Содан кейін мектепке барсын, араласу керек. Ол кішкентай ба, үлкен ба, ол да өздерінше кармаларын өтеп жатыр, сөзін шыны керек. Сіздің ата әжесімен, сіздің бауырларыңызбен араласуының өзі олардың кармалық байланыстары кішкентай сөйтіп жасала береді екен. И мектепте де оның сол мектепке бару, сол класстармен бару бекер емес. Араласу керек. Просто өзіне сенімділік беріңіз балаға больше. Жақсы көретініңізді айтыңыз. Ол и так та білімді қабылдай алмай, энергиясы көтере алмай жүр. Сіз келіп еще давка жасайсыз да болашағына балта шабасыз. Осы нәрсені түсініңіздер. Сол Жапония бізбен байланысы бар екен. Бір ДНК-ны алып екіге бөле салған ғой. Аяқ астынан құлағым шуылдап, өзімді жайсыз сезініп тұрмын, давление 140 дейді. Бүгін солнечная вспышка X болды, резко көтеріліп жатыр, жердің герці ертең қайттан кішкене ұруы мүмкін. Өткенде айттым ғой, біздің ДНК-мызды өзгертіп жатыр деп. Жердің вибрациясын, герцін көтерген кезде ДНК-ның спиралін 4-6-ға дейін көтереді. Сосын өткендегідей 1-2 күн тыныштықта қар жауып не алғанда түсіреді, қайттан көтереді, қайттан түсіреді. Кішкене осындай скачоктар болады.
давление көтеріліп кету, сондай болуы мүмкін. Просто айтыңыз, жоғарғы қолыңызды көтеріңіз де, осылай энергия аяқ жерде тұрсын. Себебі энергия былай полный айналады ғой. Біз отырған кезде бастың айналасынан энергия айналамай қалады. Жоғары көтергенде энергия полный айналады. Қабылдадым, жаңа энергияны қабылдадым деңіз. Өзгерісті түсініп жатырмын деп жүрегіңізбен қабылдағанда кішкене басылады ана давление. Сосын осы өзгерісті түсіну үшін де кішкене денсаулықпен сәл-сәл қысып жібереді тәлімгерлер. И высшие тоже кішкене. Әр адамға жіп байлап алған, шымшып қысып тұр ғой. 38-ге толдым, әлі күнге дейін атанан басқарғысы келеді дейді. Енді сіз даналықпен, сіз енді басқа программамен келген адамсыз ғой. Мудростьпен енді жақсы көріп жеңіңіз атанаңызды. Себебі олар ескі программамен келгендер, олар уже түсінбейді. Ескі программамен келген үлкен кісілер өте редкость, 5-ші измерениеге өтетіндер. Олардың көбі қайтадан туылуға дайын тұр. Әлі эфир. Мант тұра отырып, еще әңгімені соғып отырым. Так, эфир 1 сағат болмайды ма не? Қазір. Жетпіс нағашы апам бас айналып жүрегі айнып сынып кетеді, не болған медицина білмейді. Енді ол бүйтіп сіз айтқанмен мен білмеймін ғой. Оның сферасына кіру үшін рұқсат алу керек. Өзінің рухынан фотосын бірдеңесін жібермесеңіз, енді былай отырып мен айта алмаймын. Баланың порталы ашық дегенді қалай түсінсек болады? Баланың порталы ашық деген қазір мысалы нәзік әлем туралы айтып жатыр ғой, ол жақта осылай болып жатыр, осылай көрсетіп жатыр деп. Баланың порталы ашық деген сөз, ол бала тоже алдағы уақытта солай көреді деген сөз. Қазірдің өзінде кейбір тәлімгерлерді, расаларды көруі мүмкін. Басқа қасымыздағы тылсым әлемді ше, порталы ашық деген сол информация ала алады. Алдағы уақытта тоже өстіп ақпарат беріп сөйтіп отырады деген сөз. Зарядка кербез алып кетті. Түсімде сіздің үйге бардым, кіре алмай тұрмын дейді. Білмеймін, сіз фотоңызды жіберіңіз, не дейді екен. Мен сіздің жерлесіңізбін, Миялы Қызылқоғаданмын дейді. Мен сізге бір қызық айтайын ба? Мен соны сұрадым ғой. Миялыда именно Атыраудың түбіндегі ауыл ғой. Неге мен сол жерде туылдым деген кезде, жаңағы барса келмес сияқты төменгі қара нелермен жерден қара энергия бөліп тұратын портал екен ол жер. Именно сол жерде туылу керек болған ана порталды жабу үшін. Сондай қасиет бар, сондай қызық бар. Қолмен жұмыс істеу арқылы стресстен шығуға бола ма дейді. Ол еще как болады. Творчество ғой, творчество келе жатыр. Кәсібім жүрмей қалды дейді. Кәсібіңізді специально тоқтатып тұр. Значит, басқа бір деңгейін түсіндіру керек сізге. Ақшаны келтірмей, кәсіпті тоқтатып, сондай белгілер береді енді. Бізге жерде қиындық, кедергі көрінген нәрсе, алда болашақты көріп тұр ғой енді сіздің высшиеңіз. Қазіргі күні сізге қиын деген нәрсе, на самом деле болашақта сізге үлкен нәрсе күтіп тұр да. Соны түсінуіңіз керек. Соны түсінуіңіз үшін 15 жаста қызым дейді, адамдардың арасында түстер көрем дейді. Дұрыс, біздің ауралық қабатымыз әртүрлі ғой әркімде. Соны көреді. Порталы ашық деген бір жағынан сол бара-бара ол көре береді. Әркімге айтудың қажет жоқ, қызыңыздың қасиетін жақсы ма? Қасиетті қыз ол жерге энергия алып келуші. И түстеріне сай ол әр адамды көруге болады. Мысалы, жаңа кеше мен Гранд-паркке барғанда фиолетовый энергия болып келіп, энергиям біткенде қызыл болып келдім ғой. Сол сияқты ондай энергия көруі мүмкін. Адамдар ашуланғанда қып-қызыл энергия кетеді. Немесе аурасы әркімде әртүрлі. Жоғарғы әлеммен байланысы бар. Төбесі бүйтіп ашық, воронка күшті, бүйтіп жап-жарық болып жүреді. Ал кейбіреуінде, мысалы, жаңағы қап-қара сөйтіп тұрады. Сол цветтерді көретіні сол балаңыздың.
сол қасиетін. Депрессия, стресс диагноз дене ауруының осы переходқа қатысы бар. Антидепрессант ішіп жатырмын. Қатысы бар. Помните, өткенде 2 ай бұрын айтты ғой, кішкене антидепрессант адамдар ішсін деп. Себебі өте қатты мынау жердің герці көтеріледі. Ақпаратты мынандай білмейтін адамдарға қиындау болады дейді. Мынандай пышақты ұстап алған сияқты қиналып кетеді дейді. Керісінше ақпаратты түсініп жатқан адамдарда кішкене қабылдау болады. Енді олар да қиналады. Бәріміз өтеміз ғой, құрсын құлағымыз гүрілдеп, басымыз ауырып жаңағы. Кекештікті емдей аласыздар ма дейді. Кекештіктің себебін айтады ол жерде. Егер де жаңағы кармасы өтеліп тұрса, емдеуге болатын болса, осы уақыт аралығында кетеді деп айтады. Өткенде бір кісі келді, айттым ғой, кекештікпен кезінде улап өлтірген. Бүйтіп қиналып өлгеннен бұл кісі сол улағанның несін, кармасын қазір өтеп жүр деп. Ұйқысыздықтан шаршадым дейді, мелоксен алдым дейді, перизат дейді. Сол ұйықтатпай жатыр бір адамдарды керісінше қайта-қайта ұйықтатып жатыр. Жөтеліп кеттім дейді. Бала кезінде түнгі сағат 3-те ата көрдім терезенің сыртында сақал ақ, көзі жасыл шляпада дейді. Тәлімгерлеріңіз сияқты. Карманың уақыты бола ма дейді. Карманы мен осы уақытқа дейін енді точно айта алмаймын, бірақ білгенім бір адам мен бір адамның кармасы, крупный кармалар 5 жыл екен. 5 жыл арасында үзіледі. Көп адамдардың уже туған туысқандарын не қылып ренжісіп жүрген туған туысқандарымен кармаларының бітуіне 5 ай, 2 ай, 1 жыл қалды деп айтып жатады. Соған қарағанда карманың өзінің уақыты болатын сияқты. Кейбіреуінің жаңағы ақшамен өтетіп жібереді. Ақша деген энергия ғой. И мына тез новый кітап ашу керек. Осындай ақша бересің деген сияқты. Ақша салып жібересің деген сияқты нәрселерді айтады. Үйінде мен сияқты абжар жоқ болма. Повезло ғой саған. Тіс көрсем де ұмытып қалуы неден дейді. Санаңыздан алып тастайды, ол сізге значит керек емес. Біз жоғарғы әлемде түсіп көрген кезде ұйықтағанда жұмыс жасаймыз ғой. Мысалы, біз айтамыз да, ұйықтамай қойсақ не болады десек, кім жұмыс жасайды ана жақта дейді. Значит, біз жұмыс жасап келеміз, көрдіңіздер ма? Менің тәлімгерлерім орыс әйелдер болып келеді дейді. Орыс әйелдер емес, олар скорее всего үркерліктер ғой, плеяды. Олар сол орыс сияқты болып жүреді, өз түрлері сап-сары ғой. Сол плеяды сияқты. Онлайн қабылдайсыз ба дейді. Онлайн жоқ, қабылдамаймыз. Сіздің денеңізге тию керек, сфераңызға кіру үшін қолымыз. X-проекттен кейін полное обнуление не істерін білмеймін дейді. Аха, сіз енді адам матрицаға үйреніп қалған жаңағы. Жыбырлап, үйтпейт деп елден қалмай жұмыс істеп, елден қалмай жаңа қымбат киініп, елден қалмай тойға шапқылап, елден қалмай жұмыс істеп үйреніп қалғанда, енді проект X деген сөз ескі дәуір аяқталды, ескі кітабың аяқталды. Енді өз өміріңді өзің құр деп, как будто сізді жаңағы бір жазық далаға тастап кеткен сияқты болады да. Сол жерде уже өміріңізді өзің құрасыз. Қалай армандайсыз? Что вы хотите? Сол барлығы болады да. Біз уже армандауды білмейміз, ұмытып қалғанбыз. И проекттен кейін абдырап қалады адам. Жаңағы кең далада енді не істеймін, қандай үй саламын, не деп армандаймын, не істеймін, не айтамын деген сияқты. Көбі сол не қылып кетеді, думкаға кетіп қалады, араласпай сөйтіп ше. Ничего, ол содай болу керек. Жаңа бушкені толтыру үшін кішкене бос болу керек қой, сол сияқты.
Жанат ханым, сіз қиялыңызға сеніп қалып тұрсыз дейді. Сіз оны қайдан білесіз, қиялға сеніп қалып тұрғанымды? Біз мысалы жаңағы айтылған нәрселердің барлығын я понимаю, если мен отырып осылай көріп сіздерге айтып отырсам. Мына жақта 5 қыз параллель көріп отырады жоғарғы әлемде не болып жатқанын, бір-біріне сөзді передавать етіп отырады. Анау не айтты, сен ары қарай жалғастыр. Ана қасында келді, киімі осындай, и бесеуі де сонда қиялға беріліп, бесеуі де алышып қалған адам емес қой мысалы. Параллель специально бүйтіп отырып, бір-бірін нәзік әлемде не болып жатыр, жалпы не айтып жатыр, қатар болып жатады да процесс. Сондықтан сіздің логикаңыз сөйлеп отыр қазір, қиялға сеніп отырсыз деген нәрсе. Я дұрыс айтасыз, жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен деген ол рас. Қарлығаш қаншаға жасайсыз дейді. Оны білмеймін, оны сіздің рухыңыз айтады. Қандай контракт жасады, қаншаға келісті, соны әр адамның өзінің рухы айтады. Біреулерге тегін дейді, біреулерге 30 мың дейді. 30 мың дегенде 3 санын зертте деп жібереді. Бір адамға 78 мың дейді. 78-дегі 7 мен 8 санын қосқанда қанша болады, соны зертте дейді. Бір адамдарға 150 дейді, бір адамға 10 мың дейді, бір адамға 5 мың дейді. Білмеймін, сіздің рухыңыз қандай ақшаға келіскенін, сол ақшаны айтады. Сол процесті прямой жасаңызшы дейді. Ол процесті прямой жасайын десек, мен осыны айтып едім. Жаңағы келген адамның рухы неғылмайды, рұқсат бермейді. Потому что біз енді логикамыз ғой, все-таки көрсетші деген сияқты. Менде логикаға беріліп, сіздерге дәлел ретінде көрсеткім келеді, ал сіз дәлел көрсетші деген логикамен сұрап тұрсыз. Бірақ басқа өлшемнен қараңдар дейді. Ана адамның сферасы ол кезде ашық болады. И жаңағы әлі де төменгі измеренияда сфераға жабысып кіре алатындар бірге қадағалап отырады дейді. Сондықтан ол сфера ашық болған кезде біз көрсете алмаймыз дейді. Одан кейін келген адамдар көп адам, танымалы бар, бәрі мен келгенімді ешкім білмесін деп кетеді. Туысқандар бір-біріне айтпайды, бірақ әрқайсысы жеке-жеке келіп кетеді. Енді қорқады ғой, все-таки атакадан, халықтың, әлі түсінбейтін адам көп, қуып кеттің сен, қиялға беріліп кеттің деп айтатын. Атакадан қорқады, сол үшін үндемей келеді, үндемей кетеді. Бағанадан бері мұрныңыз бен ерніңіздің ортасында сызықты көрдім дейді. Бірдеме деп сөйлеген жоқ па әйтеуір? Былтыр наурыз айынан бері аяғымнан жүре алмай жүрмін дейді. Иә. Былтыр наурыз айынан бері қатты өзгеріс болып жатыр. Параллель әлемнің бәрі кірді ғой біздің өткен өміріміз. Өткенде айтты ғой, жерде 8 миллиард емес, 800 миллиард күш жүр деп. Бүткіл параллель өмірдегі жандар барлығы қатар жүрді бізбен бірге. Сонда барлық адамның кармасы бар ма дейді. Жоқ, кармасы жоқ. Адамдар келеді, мысалы, жерге 4 рет, 5 рет келген жас рухтар бар ғой, который жерге жоғары энергия алып келу үшін ғана келген. Көбінесе ЗПР, балалар келіп жатыр ғой, аутизммен. Солар кармасы жоқ. Оларға просто даже денесіне қолымыз тигізбейді, уже басқаша органдары, ДНК-сы бәрі басқаша. Олардың чисто сұрақтарына жауап береді. Сосын миссиясын айтады, болды. Оларда ешқандай карма болмайды. Карма жерге жыбыр-жыбыр етіп, бәленбай 1000 рет келіп жүрген кәр рухтарда ғой. Енді 10 000 бірдеңе рет келгенде ол, конечно, карма болады. Бір өмірде біреуімізді ренжітіп қоямыз, бір өмірде біреуін өлтіріп қояды. Келесі өмірде келіп тағы сол қателікті қайталайды. Сол сияқты. Адамдар неге панический атакамен ауырады дейді. Панический атака енді біздің опытта көп не қылғаны жаңағы. Біріншіден улап жаңағы бір нәрселерді өлтіріп қойған ғой.
солар келіп түнде ана измерение қосылған кезде адамда қорқыныш болады. Енді бір жас рухта мынандай оқиға болды. Ешқандай кармаш жоқ, бірақ бір частичкасы адам өлетін кезде құлағына бір код сыбырлау айтылады екен. Ана өлетінін сезеді дейді ғой адам. Сезіп, жуынып, жайқап кетеді да, одан кейін денесін тастап өліп кетеді ғой. Сол кезде құлағына бір код айтылады екен. Ол физикалық денеге айтылған код екен. Сол кезде жан уже дайындалады денеден шығуға. Мына қыздың частичкасы сондай қызмет атқарады да, адамдардың құлағына сыбырлап өлесің деп айтып кетеді екен. Бұл не ғой, жас рух қой, еще жаңа ғана қызметі өзіне қосылып тұр. Бәрібір адам өлер сәтінде қорқыныш болады. Сол адамдардың қорқынышы мына қызға әсерін беріп тұр. Көбінесе жұмысымыз түнгі 2-ден кейін дейді да. Соған қарағанда 2-ден кейін өлім көп болатын сияқты. Статистика қалай өзі? Түнгі 2-ден кейін мына кішкентай қызда панический атака болады екен. Адамдар өлер сәтінде бәрібір қорқады ғой. Сол қорқыныш передаваться етіліп тұрды мынаған. Сол нәрсені, сол жіпті үзгізді. Сол болады панический атака. Одан кейін панический атака жаңағы өлімнен қорқу, судан қорқу. Мысалы өткен өмірінде жаңағы суға батып өлсе, немесе жоғарыдан құлап кетіп өлсе, сол кезде ана измеренияда болып жатыр ғой. Сол үшін адам содан қорқады. Сондай атакалар. Личикаңызға жаздым, жауап бермедіңіз ғой дейді. Дайректі ашсам, хаттар астына түсіп кете ма? В общем, қарағанша не қылып кетеді, обновить етіп кетеді. Атырауға ма? Атырауға 3 күнге ма? 4 күнге барамыз. Сіз не қыласаңызшы? 99-99-ға жазылсаңыз болады, Атырауға келгенде келейін деп. Жақын адамдарымна ренжітіп қойған сияқтымын дейді. Қазір сізде шанс бар ғой. Олар тірі. Бір тортыңызды алып барасаңыз, что-то. Бір ұйықтап тұрдым дейді. 10 мың рет келген қайдан білеміз дейді. 10 мың рет келген бізге енді ана жерде көрсетіп тұрады сіздердің чакраларыңыздың процентін, цветін, жерге неше рет келдіңіз, кім болып келдіңіз, бүкіл тағдыр кітабыңыз ашып тұрады ғой бүйтіп. Сол 10 мың рет келген ол полный эволюция. Жаңа микроб болып келгеннен адам болып келгенге дейін кәрі рухтарда көбінесе 10 мың мен 8 мың арасы болады. Совсем жас рухтар әрі кетсе ең көбі 18-15 рет келеді адам болып. Сол 10 мыңның ішінде 4 мың бірдеңе рет адам болып келдіңіздер, қалғаны эволюция сатысынан өттіңіздер. Яғни микроб болып басталғаннан жан-жануар болып, ары қарай саналы тіршілік иесі болып адам болып келдіңіздер. Ал жақсы, онда мен эфирді сақтайын. Эфирде қайта көріскенше.